Қайырлы күн. Бүгін жұмсақ, топ-томпақ бауырсақтың рецебімен бөлісемін. Жылы суға тұз, шекер, дрожжиді салып опара жасаймыз. 5-7 минутқа бетін жауып қоямыз. Дайын опараға сұйық май мен ұнымызды қосып жақсылап илейміз де, жып-жылы жерге 30-40 минутқа қоямыз. 2-3 рет көтерілген қамырымызды басып, 3-ші рет ұн сеуіп, жайып, қалыңдығын видеода көрсеткендей қайталап, қатты қалың етпей 2 мм-ден жасап, өзіңізге ыңғайлы формамен кесіп, менде дөңгелек немесе ромбик етіп, 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Бауырсақтарымыз көтерілгеннен кейін орташа отта 2-3 минуттан пісіріп аламыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп, өзіңізге ұнайтындай етіп, қызартып, немесе сәл сарғайтып пісірсеңіз болады. Бауырсақтарымыз дайын. Бұл рецептпен бигуди, бауырсақ, пирожки, беляши қорықпай сеніммен жасай аласыз. Сіздермен Марсав Kitchen рецепті сақтап, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.